Үшінші дәрісті бастаймыз, достар. Бүгін қаржылық образ деген тақырып, 16-19 беттер. Бұл енді өте маңызды тақырып. Бұл енді тек қана қаржы тақырыбын қозғамауы мүмкін. Жалпы образ деген нәрсе, ол бүкіл өмірдің салаларын қамтитын нәрсе, яғни сенің өзіңді қалай ұстауың, қалай сөйлеуің, жалпы өзіңді қалай шешім қабылдауың, барлығы сол ішкі образыңа байланысты. Мысалы, сол образдың себебімен немесе кесірінен сіздің өміріңіз өзгеруі мүмкін, немесе өзгермеуі мүмкін. Бірде бір осындай жастармен кездесуде мен бірінші сұрағым, жабық кездесулер болады, аз адам болған кезде, бірінші сұрақ қалай өз-өзімізді таныстырайық, сіз кімсіз деп сұрақ қоямын. Және де ол өзін айтады, мен осындаймын деп. Және келесі сұрақ, сіз өзіңізді басқа адамдар дәл осылай танығанын қалайсыз ба, мақтан тұтасыз ба деп сұрақ қоямын. Сөйтіп бір студенттермен кездескенде бір студенттер айтады, мен болашақ мұғаліммін дейді. Шынайы жауабы, мен бірақ айтам, иә, сіз шын айтып тұрсыз, сіздің образыңыз болашақ мұғалім, сол үшін де сіз өзіңізді болашақ мұғалім сияқты ұстайсыз. Қалай? Мысалы, мен әйтеуір бір күні мұғалім болам, бірақ қазір мен мұғалім емеспін, сол үшін маған кейбір нәрселер істеуге болады, кейбір нәрсені істеуге болмайды, мен өзімді толық мұғалім сезіне алмаймын деген сияқты бір ойлар жатуы мүмкін. Ал енді мен айтам, дәл сол студент 3-ші курс, 2-ші курс болсын мейлі, 4-ші курс болсын, мен бүйтіп айтсам, давайте сіз образ таңдап алыңызшы өзіңізге. Мен болашақпын, мен болашақ емес, мен ұстазбын, немесе мен ұлт ұстазымын деген сияқты бір образды алыңызшы деймін да, образды. Оны алу тегін ғой. Ол образды кию тегін. Яғни бір образды киіп көрген сияқты боласыз да. Сіз кімсіз деген сұраққа мен ұлт ұстазымын деп жауап беріңіз. Мен ұстазбын деп, мұғаліммін деп жауап берсеңіз, сіз байқайсыз. Соны жауапты қабылдап, бір киім киіп көрген сияқты бір образ киіп көрсеңіз, сіздің ойыңыз өзгере бастайды, сөзіңіз өзгере бастайды, өзіңізді ұстауыңыз өзгере бастайды, өзіңізге деген талаптарыңыз өзгере бастайды. Яғни мен ұстазбын ғой, мен болашақ ұстаз емеспін, мен қазір ұстазбын, қазір мұғаліммін десеңіз, сізге ол сізді осы образыңыз тәрбиелей бастайды, және сізге қай кезде не айту керек, қай кезде қандай шешім қабылдау керек деген нәрселерді сол образыңыз айтып береді. Образ тегін. Мысалы, мен кейде бір түрлі адамдарға еліктейсің ғой, түрлі бір, мысалы, Марлан Сейсенбайдың тікелей нелерін, сұхбаттарын тыңдай бергеннен кейін бір өзінше сол кісіге симпатия пайда болады, сол кісіге деген еліктегің келеді, ұқсағың келеді да. Сөйтіп мен, мысалы, өзімде бір подкастқа шыққан кезде өзім сол Марлан Сейсенбай сияқты бір соның киімін киіп отырам да, образын. Сол кезде мен сұхбат кезінде таңғалам, мына ойлар қайдан келіп жатыр, бұндай тапқырлық қайдан келіп жатыр деп ойланам да, подкаст барысында сұхбат беріп жатқанда. Сөйтсем, бағанағы ана кісінің образында отырғандықтан, ана кісі сияқты ойлар, ана кісі сияқты шешімдер келе бастайды да. Бұл образдың күші. Тіпті бар ғой, образ демекші, мынау кітапта да айтылады. Байқайсыздар ма, мысалы бір классикалық киім киіп алсаң, өзіңді ұстауың, өзіңді сезінуің сондай бір өзінше бір аристократ сияқты, бір өзінше бір манераларың, әдептерің, бір әрекеттерің өзгере бастайды да, бір ақсүйек сияқты ұстап өзіңді бір классикалық бір ерекше смокинг киіп көрген кезде, мысалы үшін тойда жүрген кезде бәлкім. Дәл сол сияқты спортивка киіп алсаң, бір өзіңді бір спорт режимде жүргендей, бір өзіңді бір басқаша сезініп бір жаңа ойлар келіп, жаңа сезімдер туып дегенде, яғни қызық, әшейін жай матаның өзі үстіңе киілген кезде сені өзіңді басқаша ұстауға итермелеп тұр. Киімнің өзі сенің өзіңді басқаша сезінуіңе және басқаша сөйлеуге, басқаша шешім қабылдауға әсер етіп тұр. Мысалы, андай ғой, сланцымен шыға салсаң, басқаша ұстайсың өзіңді, бір асикстің кроссовка киіммен шықсаң, өзіңді басқаша ұстайсың дегендей ғой. Яғни, байқайсыздар ма, әшейін киімнің өзі, киім де образ деп айтады ғой енді, әшейін киімнің өзі сіздің
өзіңізді қалай ұстауыңызға, қалай жалпы жүруіңізге әсер етіп тұр образ. Дәл сол сияқты мынандай бір, мен айтамын бұны ментальный образ деймін ғой енді, ментал. Үстіңізге киім ретінде киілмейді, бірақ миыңызға киіледі да ол ше. Мысалы, бір сәт өзімде Марғұлан Сейсенбай сияқты образда жүру, сөйлеу, жазу, еліктеуді, енді жас кезде еліктеуген жақсы. Еліктеу сені өсіреді негізі. Немесе өзіңде әлі жоқ образ, сен әлі мұғалім емессің, бірақ қазірден бастап айта бастады, иә, мен мұғаліммін де, мен мұғаліммін деп айтсаң, студент. Сәйкесінше енді миға сол образды растайтын бір дәлелдер керек қой. Мида дәлел іздейді ғой. Ал жарайды, сен өзіңді мұғаліммін деп айттың, не істедің, не істеп жатсың дейді. Онда ол кісі, ол студент бағанадай демалыс сайын бір студент, бір оқушыларды алып, солармен бір кездесу өткізіп, сабақ өткізіп, факультатив сабақтар жасап. Менің бір шәкіртім бар, қаржы бойынша бір жекеменшік мектепте өз студент, бірақ мұғалім де емес ол, бірақ қаржы бойынша бір факультатив сабақтар өтіп жүрді. Мықты, яғни ол өзін қазірден бастап бір образда ұстайды, және ол бір оқу бітіргенді күтпейді. Дәл сол сияқты бізде былай ғой, әдетте мен сыртым өзгереді, мен мұғалімдікке тұрам, сосын барып мен өзімді мұғалім санай бастаймын деген сияқты ой бар ғой бізде, иә. Бірақ бұл қате ой, бұл бізді өсіретін ой емес, және сен мұғалім болатының, қандай мұғалім болатының әлі белгісіз. Сол үшін мен айтамын да, ойша образ киіп алуға болады. Мен ұлт ұстазымын, бір образдың атын ойлап табуға болады. Мен мысалы қаржы тақырыбына қатысты менде бір образ болды, қаржы гении деген. Қаржы гении, мен қаржы гениймін деп айтамын да. Неге? Бұл образ, иә, келсем, мені басқа біреулер көріп күлуі мүмкін, қайда қаржы генийсің. Бірақ өзім үшін қаржы гениймін ғой. Және қаржы генийі немен айналысады? Қаржы генийі қаржылық жаңалықтарды бақылап отырады. Қаржы генийі адамдарға қаржылық проблемаларын шешуге көмектеседі, консультациялар жасайды, қарыздан құтылатын бір схемасын жасап береді, білімін бөліседі, адамдардың ақшасын үнемдеуге, табысын арттыруға бір қажет идеялар тастайды, гениальный идеялар. Сол сияқты мен өзімді қаржы гениймін деп есептеймін да. Яғни сол нәрселер істей бастаймын, және сол әрбір әрекетті істеген сайын мен өзімнің өзіме, өзімнің миыма, иә, дәке, сен қаржы генийсің деген бір растау дәлелдерін тастап тұрам да. Былай байқасам, ол міндетті түрде бір мектепте мұғалім болып орналасу емес қой, бағанағыдай оқушыларды жинап факультатив сабақ өткен адам, студент те мұғалім ғой, мұғалім болып тұр ғой, мұғалім. Сол үшін ол қазірден бастап өзінің қаржы мұғалім деген образын ұстап тұр. Иә, образ киесің үстіңе, сосын оны шегелеу үшін бір бағанадай әдеттер, нәрселер, бір істер керек. Мысалы, біреу бай адамның образы дейікші. Мен қазір таңғы серуенге шығып жүрмін. Президент саябағында, бізде Алматы қаласында, жоғары жақта дейді, тау жақта. Енді анау район өзі сондай, қалталы адамдардың тұратын районы ғой негізі жалпы. Және сол несі, инфраструктурасы, тазалығы бәрі жоғары деңгейде. Сәйкесінше ол жақта өз-өзіне деген талабы, сапаға деген қарым-қатынасы жоғары адамдар жүреді, бай адамдар жүреді. Таңертең күнін ерте бастайтын адамдар, жоспарлаумен айналысатын адамдар, бай образдағы адамдарды көп байқауға болады ол жерден. Сөйтіп, ол кісілер бай адамның бір әдеттері болады да. Ол бай адамның әдеттері, мысалы, ерте тұру, кітап оқу, серуендеу, ойлану, анализ жасау, жоспарлау. Бірінші болып амандасады көп адам паркте, үлкен кісілер. Адамгершілігі жақсы, мінез жақсы, сондай жайдары. Бұл бай образдағы адамның әдеттері, бір іс-әрекеттері бұл ше. Енді тазалық сақтайды, қамқорлықпен қарайды басқаға, табиғатқа деген сияқты. Енді қызық. Бұл тура сол нәрселерді қазіргі студент, қазіргі жас маман, қазіргі бір орта жастағы адамды істей алады ғой. Ерте тұра алады, кітап оқи алады, жоспарлай алады. Жолда бір гадила ішіп жүрмейді. Шыққаннан кейін бір кофесін ішеді. Бағанда чипсы жеп жүрмейді, шашып жүрмейді. Аз бір көп қозғалады. Оның бәрін студент істей алады, мысалы үшін ше. Бай емес адам, біздің түсініктегі бір халықшасы көп адам емес істей алады да, бірақ бұл жердегі маңыздысы бай образды алып, мен де сол кісілердің бірімін деп
таңертең паркте жүріп бағанағыдай тура солардың әдеттерін істеу тегін ғой, тегін. Бірақ ол не істеп тұр? Ол әлгі өзінің образын сондай кішкентай әрекеттер арқылы шегелеп бекітіп жатыр. Ары қарай сол образды бекітіп қойса, өзінің қолынан келетін тегін әрекеттері арқылы, сол бай образы оған күні бойы қандай шешім қабылдау керек, келісім шартты қалай жасау керек, өзіңді қалай ұстау керек, адамдармен қалай мәміле құру керек деген нәрселерді өзі-ақ образы айтып береді оған. То есть біз кейбір әдеттерді қалыптастыра алмай жатқан себебіміз, бізде просто ол әдетті қалыптастырған адамның образы жоқ. Сол образды біз өзімізге киіп көрмегенбіз. Мысалы, мынау таңғы серуен деген нәрсені айтайын. Мен қазір таңғы серуенде бүгін, Құдай қаласа, бір 29-шы ма 30-шы күн бүгін. Және андай, бұл әдетті мен тастамайтынымды біліп тұрмын, өйткені бұған дайындық жасадым, бұған бүкіл әдеттің алгоритмдерін бәрін жасап шықтым. Біріншісі сол образ, еліктеу. Яғни осы образдағы бір адам болса өмірде, және де сол адамды еске алған сайын саған соны қайталау оңай бола береді. Мысалы, образ дейікші, мен мысалы Марғұлан Сейсенбайдың бір 3 жағдайын айтып берейін. Ол кісі де таңертең 10 000 қадам жасайтын бұрын 2018-19 жылдары сол паркке жастарды шақырып сөйтіп. Бірақ кейін байқадым, ол кісі 15 000 қадамға дейін кетіп қалды. Және бір қызығы, бұл оның жеңімпаз деген образы бар ол кісінің, мен білуімше, өз айтпаса да сыртынан көрініп тұр. Және сол образын ұстап тұру үшін де осы әдетті әлі күнге дейін жалғастырып келе жатыр. Енді бір 3 жағдай болды. Біріншісі, біз Орал қаласына барған кезде бір не болды. Орал қаласында форум болды. Сөйтіп, ол кісі, біз енді бір қонақ үйде жаттық. Таңертең сағат 8-де тұрып завтракқа түсіп атсақ, ол кісі анау 5-те ма 5:30-да ма тұрып нені аралап келген екен. Орал қаласын бір 10 000 қадамын жасапшы. Демек, ол сапардың өзі оның әдетін тастауына кедергі келтірмеген. Бір. Екіншісі, мен білем, мынау недегі Балқашта оның бір несі бар, дача сияқты бір үйі бар. Енді Балқашта батпақ, біріншіден ол жақта бір жүретін парк те жоқ, бірақ 50-де 50 метр деген вертолет площадка бар, вертолет қонатын жер. 50-50-50-50 4 бұрыш. 200 метрға сонда периметрі. Соны енді 50 рет айланған ғой таңертең 10 000 қадам жасау үшін. Ол да кедергі емес демекші. Сол жақта тұрып таңертеңгі әдетін жасап жатыр да. Тағы бір таңғаларлық нәрсе, ол кісі ұшағы сағат 5-те қонған. Сағат 5-те қонғанда сөйтіп сағат 10-да Есентай молда кездесу бар, таңғы асы бар бір кісімен. Сөйтіп ол кісі не істеген? Оған бағанадай алдыра салуға болатын еді да. Өзінің водителін алдыра салып, таксиге келесіп бара сап. Бірақ ол кісі алғанда не істеді? Сол аэропорттан Есентайға дейін бір 20 000 қадам жасап па сөйтіп барған енді. Енді ойлаңыз, енді анау не деген әдетке деген беріктік. Енді сұрақ туады. Оның осылай жанкештілікпен біздің ойымызша таңертеңгі қадамдарын үзбей жасауы ақша әкеле ме, әкелмей ме? Ешкім ақша төлемейді. Тікелей ақша әкелмейді біріншіден. Соны түсініп алайық. Ол таңертең жүрген әр шағыңа осынша теңге деген жоқ та ондай. Ешкім ақша төлемейді оған. Бірақ неге ол кісі өте, ол кісі ғана емес, жалпы жетістікке жеткен адамдардың көбінің барлығы дерлік қарасақ, осындай бір әдеттеріне бір байланып қалғанда, қатты байланып қалған. Мен енді зерттеп көрдім, бүгінгі біздің қозғап атқан тақырыбымызға сәйкес ол, яғни мынандай нәрсе бар. Ол демек анау әдеті қандай функция атқарады? Әдет образды ұстап тұру деген функция атқарады. Яғни Марғұлан аға таңертең шыққан сайын ана өзінің бай, жеңімпаз, өмірін басқарылатын, өзгені басқарылатын деген образын шегелеп тұрады да таңертең сайын. Сөйтіп күні бойы ол шешім қабылдағанда, келісімшарт жасасқанда өзін жеңімпаз ретінде ұстайды. Ал егер де ол тұрмай кетсе, таңертең әдетін тастай салса, басқа ісіне де дәл солай қарайды да, ол жеңімпаз емес, жеңілген адамның образымен бастайды күнін. Сәйкесінше бүкіл әрекеттері соған сәйкес болады. Сөйтіп өзін бір қазіргі жетістіктерін жасай алмайтын еді. Дәл сол сияқты мен де қазір
әр таңертең тұрған сайын өзімді бір жеңімпаз сезінемін, өзімді бір мықты образдағы адам сезінемін, және сол образбен күнімді өткіземін да. Және ол күнім менің өте күшті өтеді, жақсы өтеді да. Мынау ойларым, сөздерім бәрі анық болып, бір сенімді, энергичный жүремін да. Өйткені ана образды мен шегелеймін да, кезекті рет күніге. Дәл сол сияқты біздің мына байдың образы деген бар. Сәл байдың образын бүйтеміз. Так, мен баймын, біріншіден. Тегін. Мен баймын деп айту тегін ғой, образ. Ми қарсыласуы мүмкін. Қайдағы байсың сен, дәлелің бар ма деді. Дәлелді жасаймыз. Мысалы былай. Айтайын деген баймын деп біз дәлелді ақшамен іздейміз ғой. Бай болса миллионың қайда, миллиардың қайда деп айтамыз да. Негізі образ тұрғысынан ойлансаң, бүйтіп айтуың керексің. Сенің бай адамға сәйкес әдеттерің, әрекеттерің бар ма, жоқ па деп сұрау керек. Сол нәрсе маңыздырақ, миллиондарда емес. Сонда былай болады да, я мен баймын, бай адамның әдеттері қандай, не істейді бай адам жалпы, бай адам, шын бай адам немен айналысады өмірде деп бір қазып көру керек та. Окей, миллион табатын адам қалай өмір сүреді, не жейді ол? Немесе миллиард табатын адам, 100 миллион табатын адам не істейді ол жалпы? Ол сөйтіп қазып алып, ерінбей зерттеп көрсеңіз, оның бір алып баратқан ештеңе істемейтін көресіз, тек қана бір көп ерекше істейтін, бір жиі жасайтын бір әрекеттері бар да оның ше. Болды, сол әрекеттерін қайталау арқылы сіз тура сол кісі сияқты бола бастайсыз. Мысалы, мен өзімді таңғы серуенде бағанағыдай жастарды шақырып кездескен сайын өзімді Марғұлан Сейсенбай сезінемін да бір. Және сәйкесінше сол кісі сияқты жетістіктерде келеді деп ойлаймын, келіп те жатыр. Енді бір әр ненің цифрлары әртүрлі болады, бірақ образ ғой маған шешім қабылдатып отқан. Ал ақша келетін, ол сенің шешімдерің, әрекеттерің ғой. Сол үшін мен баймын деңіз. Және де сол бай адамның образы елестетіңіз. Мысалы, мен мынаны істесем, тапсам, сосын барып өзімді бай деп есептеймін деген жүрмейді. Мен қазір баймын. Сөйтіп, қазір бай болсам, менің енді әдеттері арқылы, соны күніге қайталау арқылы мен өз-өзіме еске салған сияқты боламын да. Анау аффирмация бар ғой, мен баймын. Ол жұмыс істемейді. Өйткені сенің ол сөз ғой ол. Ал образды бекітетін ол әрекеттерің, кішкентай әрекеттерің. Яғни мен баймын деген образыңызды күнделікті бағанағыдай кішкентай байдың әдеттерін істеу арқылы, байдың ойларын ойлау арқылы сізде баймын деген образыңыз бекиді, қатады, тұрады. Сөйтіп сіз сол шешімдеріңіз сізге ақша келеді ғой. Байдың образы. Мына кітапта образға мысал бар ғой. Бағанағыдай сен бариста болып жұмыс істеп жатасың, 150 мың теңге табасың айына. Сөйтіп бір кластасың келеді да, енді бір қолында бір геліктің кілті, күшті сықитып киініп алған. Сөйтіп сен анамен сөйлесейін десең, бір ананы мысы басып тұрады да. Неге мысы басып тұрады? Өйткені сенің бай деген образың жоқ қой. Сен миыңда образың 150 мың теңге. Хотя сен қазір 150 мың теңге тауып жүрсең де, миллион теңге табатын образда жүру тегін ғой. Миллион теңге табатын адамның әрекеттерін істеу тегін ғой. Сол кезде сен, егер басыңда цифрларың үлкен болса, біз әлі айтамыз, мына жерде жоқ ақшаны жарату деген тақырып бар. Басындағы цифрларың үлкен болса, оны армандау, оны ойлау тегін ғой. Сөйтіп жүрсең, бір ақша, шексіздік, бір Алланың нығметін шексіз деп ойласаң, сен миыңда тарлық болмайды да, сен 150 мың тапқаныңа бір намыстанбайсың ол кезде. Өйткені сенің образың миллион ғой. Сен айтасың, мен 150 мың теңге тауып жүрмін, бірақ бұл уақытша, әр нәрсенің өз уақыты болады. Мен негізі миллион табатын адам образ болды. Немесе мысал келтіремін ғой, Есентайға барып, тапчикамен Камри десяткадан түсіп, Есентайға кіруге сен намыстанасың ба, намыстанбайсың ба, мысал үшін. Егер намыстансаң, бір ұялып атсаң, демек сенің образың сондай деген сөз. Сенің образың 150 мың, сенің образың 200 мың, сенің образың 100 мың деген ғой енді. Бірақ қанша табатын маңызды емес қой бұл жерде. Дәл солай, дәл сен сияқты Бейбіт Әлібеков, мысалы, неше түрлі машина дейтін жігіт, дәл сен сияқты тапочка киіп алса, дәл сен сияқты десяткадан түссе, ол Есентайда ол ұялмай жүре береді. Неге? Біліп тұр, өйткені оның образы миллион, миллиард мысалы. Сол сияқты ғой. Былай қарасаң, сыртқы көрінісі бірдей, бірақ ішкі адамның өзін ұстауы екі түрлі да.
Сол үшін егер де сен бағанадай намыстанып, бір ақшаң үшін қысылып, бір қуыстанып сөйтіп жүрсең, мәселе сенің сонша тапқанында емес, мәселе ақшада емес, мәселе сенің ішкі образыңда болып тұр. Сенің образың 150 мың болып тұр деген сөз. Сенің образың, енді 150 мың деген аз ақша емес, просто мысал үшін айтып отқаным ғой, миллионмен салыстырғанда 150 мың аз ғой. Айтайын дегенім, осы образға қатты мән беру керек. Сен бір әдет қалыптастыра алмай жүрсең, онда сен образыңа қара, мен кіммін өзі жалпы? Мен кімсің деген сұрақ кімде жауап беремін? Сол, яғни пока сенің салауатты өмір салтын жүргізетін, дұрыс тамақтанатын, осындай да осындай бай адамның образы отырмайынша, сен постоянно өзіңмен күресе бересің. И сен жеңіп қоя береді образ. Значит, сенде кедейдің образы жатуы мүмкін да? Немқұрайлы, денсаулығына немқұрайлы қарайтын, анау мынау деген сияқты. Тереңде бір образ жатады. Ал образды қалай іздейміз десеңіз, еліктеу арқылы, адамдарды зерттеу арқылы, өмірдегі сол басқа адамдарға жетістікке жеткен бір өзіңнің темпераменті келеді ау деген, мысалы сахабалардың өмірін оқу да соған жатады да. Өзіңе жақын бір темпераментіңе жақын бір образдарды іздеп, соларға ғашық болып, соған ұқсауға тырысып, былайша айтқанда соның әдеттерін қайталай берсең, сенде де сол образ қалыптасады да отырады да. Қысқаша осы енді.